Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дастарханның сәні болатын ерекше кестелі құймақтардың рецептін ұсынатын боламын. Өте әдемі көрінеді, жасалуы да өте оңай. Және дастарханның көркін ашатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі 3 жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Үстіне ваниль қантты қосамыз бір ас қасықтай, және шым-шым тұзымызды қосамыз, және 2 шай қасықпен жай қантымызды қосамыз. Тұзымыз, қантымыз ерігенше венчикпен араластырып аламыз. Енді сүтіміздің бір 100 граммдай бөлігін ғана қосып аламыз. Содан соң үстіне кукурузный крахмал немесе картофельный крахмалды қосамыз. Оның үстіне илектен өткізілген ұнымызды қосып, барлығы сұйық масса болған араластырамыз. Үстіне сары майды қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде массамыз бірігуі қажет. Міне осындай болып, енді осы массаның үстіне сүтіміздің барлық бөлігін құйып жібереміз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Бұл жерде ешқандай разрыхитель, ешқандай ас содасы қосылмайды. Дәл осылай жасай берсеңіздер болады. Енді осы күйінде 1,5 сағат көлемінде қалдырамыз. Ал оған дейін біз осындай ыдыс қажет болады. Баклажкаға 1 шай қасықпен немесе 2 шай қасықпен какаоны саламыз, және жаңағы дайын болған сұйық массаның 100 граммдай бөлігін немесе 50 граммдай бөлігін құйып, жақсылап какаомен бірге араластырып аламыз. Мінекей сол аралықта біздің массамыз да дайын болды. Енді баклажканың үстін осылай тесік қылып дайындап аламыз. Қазір бізге қажет болады. Енді табамызды алдын ала қатты қыздырып алып, алдымен какаоға қосылған жаңа баклажкадағын осылай зебра жасап аламыз. Үстіне қалған бөлігін құямыз. Және екі бетін қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Ескертетін жағдай, мінекей осылай құйғаннан кейін қатқанша кішкене күтеміз. Сол кезде формасын жақсы ұстайтын болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осылай екі бетін аудара отырып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қайталап көрсетейін. Осылай форма жасап аламыз. Формамызды кішкене отта ұстаймыз, себебі кішкене қатуы қажет. Бірден құя салсаңыздар, онда дұрыс шықпайтын болады. Мінекей осылай екі бетін қайта-қайта кезек-кезек пісіріп аламыз. Осымен біздің кестелі зебра тәріздес құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.